Стратификация дегеніміз не, оның маңызды тұсы қандай? Әлеуметтануда стратификация негізгі ұғымдардың бірі. Стратификация термині негізі геологиядан алынған жер қабаттары дегенді білдіреді. Қоғамда жер қабаттар сияқты қатарлардан тұрады. Біз оны қоғамда жік деп атағанымыз дұрыс болады. Әлеуметтік стратификация қоғамдағы адамдардың жүктелуін білдіреді. Бұл табыс көлемі бойынша, білімі, меншігі, мәдениеті бойынша бөлінетін қоғамның құрылымы. Әлеуметтік стратификация қоғамның жіктелуінің 4 тарихи түрі бар. Ол құлиеленушілік, касталық, сословиялық және таптық. Құлиеленушілік әлеуметтік стратификацияның алғашқы түрі. Ол Мысырда, Вавилонда, Грекияда, Қытайда пайда болған. Қазіргі кезде кейбір елдерде ол кездесіп отырады. Америка құрама штаттарында 19 ғасырға дейін сақталған. Касталық жүйе, оның классикалық үлгісі Үндістанда айтуымызға болады. Үндістанмен қатар ол Африка елдерінде де сақталған. Касталық жүйе ол қоғамның жабық жүйесі, яғни бала туылған кезде оның статусы ата-анасынан баласына беріліп отырады. Және касталар бір-бірімен тұрмыс құруға, қарым-қатынас жасауға тыйым салынады. Кастаның 4 түрі бар. Брахмандар, олар діни қызметкер, кшатрилер, әскери адамдар, вайштер, саудагерлер, шудралар, жұмысшылар. Сонымен қатар қол тигізбейтіндер деген мүшелері болған Үндістанның, яғни бұл ең нашар, ауыр жұмыспен айналысатын қоғамның бір бөлігі. Негізі Үндістанның касталық жүйесі ресми түрде 1900 жылға дейін сақталғанымен, оның кейбір белгілері әлі күнге дейін бар. Екінші стратификациялық жүйе, ол сословиялық жүйе, бұл феодалдық қоғамға тән жүйе болып табылады. Бұл жерде жоғарғы сословиялар және төменгі сословиялар деп бөлінген. Жоғарғы сословияларға дін иелері, басқарушылар жатса, төменгі сословияларға жұмысшылар, шаруалар, қолөнершілер жатқан. Сословиялық жүйені жартылай ашық жүйе деп айта аламыз, себебі бұл жерде некеге тұрмыс құру кезінде немесе әскери мәртебесі үшін бір сословиядан екінші сословияға өту мүмкіндігі болды. Келесі жүйе ол таптық жүйе, әрине ол жаңа заманға сай жүйе, ол 17-18 ғасырларда айтыла бастады. Бұл жерде, яғни ғалымдар қоғамда таптың бар екенін мойындай бастады. Негізгі идеялар Карл Маркс пен Макс Вебер идеяларымен сәйкес келеді. Бұл жерде қоғамды таптық жүйе ретінде экономикалық негіздер, содан кейін әлеуметтік негіздерге салып зерттеле бастады. Осы айтылған стратификациялық жүйелерден қоғам ашық және жабық болып бөлінетінін байқаймыз. Ашық қоғам дегеніміз адам статусын, мәртебесін өзгерте алу мүмкіндігіне ие болу. Жабық қоғам дегеніміз статусын, мәртебесін адамның өзгертуге мүмкіндігі жоқ. Оған мысалы Үндістанның касталық жүйесін айта аламыз. Жалпы әлеуметтанулық стратификацияның басты критериялар бар. Ол табыс, яғни адамның немесе отбасының бір айдағы немесе бір жылдағы табыс мөлшерін көрсетеді. Ол, яғни оның стратификацияда белгілі бір орын алуына мүмкіндік береді. Екінші ол билік критерий. Билік, яғни белгілі бір адамды басқару мүмкіндігі. Басқа адамның ерік-жігеріне әсер ету мүмкіндігін білдіреді. Әлеуметтану стратификацияның үшінші критерия ол білім. Яғни адам жинақталған білімі дағдылары негізінде анықталынады. Келесі ол бедел немесе престиж, адамның өзінің, мәртебесінің, мамандығының, кәсібіне байланысты жинақталған критериялар негізіне құрылады. Осы критерияларды негізге алып, әлеуметтік стратификацияның моделі құрастырылады. Ол жоғары тап, орта тап және төменгі тап деп бөлінеді. Жоғары тапқа кімдер жатады? Ірі меншікелері, ірі капиталистер, жоғары билік иелері жатады. Мысалға, премьер-министрлер, президент, жоғары биліктегі шенеуніктер, мәдени салада сонымен қатар белгілі зиялыларды жатқыза аламыз. Жоғары тап қарап отырғаныңызда, яғни экономикалық, саяси, әлеуметтік билігі бар, мәртебесі жоғары азаматтар тобы. Орта тап ол қоғамның негізгі тірегі. Дамыған елдерде орта тап қоғамның 60-80%-ға дейін мөлшерін алып отырады. Яғни орта таптың жоғары көрсеткіші қоғамның даму көрсеткіші болып табылады. Себебі орта тап қоғамның тұрақтылығының негізі. Орта тап кімдер жатады орта тапқа? Орта тапқа білімді дәрігерлер, ғалымдар, оқытушылар, сонымен қатар шағын және орта кәсіп иегерлері жатады. Төменгі тапқа кедейлер жатады, яғни жұмыссыздар, босқындар, люмпендер, қайыршылар кіреді. Яғни тұрақты жұмыс көзі болмағандықтан абсолюттік кедейшілікте өмір сүретін төменгі тап.
Жалпы әлеуметтік стратификацияны зерттеудің әртүрлі әдіснамалық негіздері бар. Біріншісі ол функционалдық әдіс, яғни қоғамдағы таптардың қызметтеріне қарай сараптау. Яғни әрбір рөлге қажетті сыйақы сәйкес келеді деген мағынаны білдіреді. Функционалды әдіс стратификацияны жан-жақты сипаттап береді. Жанжал әдісі қоғамдағы әлеуметтік, яғни жанжалдар негізінде түсіндіріледі. Яғни рөлдер қоғамда өзінің функцияларына сәйкес келмейді. Қоғамдағы күрес нәтижесінде стратификация құрылады деген қағидасы бар. Жанжал әдісі қоғамның стратификациялық жүйелеуге қарсы тұратын әдістердің бірі. Жалпы әлеуметтік стратификацияны зерттеу ғалымдарына келетін болсақ, бұл жерде Карл Марксті айтуымызға болады. Негізі таптық стратификацияның негізін қалаушылардың бірі бұл екі таптың, яғни билік иеленушілер, буржуазия мен жұмысшылар арасындағы таптық антагонизмді түсіндіреді. Яғни негізгі критерий Карл Маркс бойынша экономикалық критерийге негізделеді. Бұл меншік иесі және еңбекке қатынасы. Енді Макс Веберге келетін болсақ, Макс Вебер қазіргі заманды саралап түсіндіретін теорияны бастау алды деп айта аламыз. Себебі Макс Вебер экономиканы негізге алған жоқ, әлеуметтік критерийларды негізге алды. Бұл яғни табыс пен меншікпен қоса оған билік, мәдениет, білім критерияларын, бедел критерияларын енгізді. Жалпы Вебердің қазіргі заманды түсіндіруде стратификацияның үш өлшемі ұғымы маңызды болып табылады. Мысалы, ол таптар, статус және партия түсініктері. Бұл түсініктер қоғамды тек қана экономикалық негізге алмай, сонымен қатар саяси, әлеуметтік, мәдени критерияларды негізге алып, стратификацияның негізгі құрамын, құраушы бөліктерін түсіндіруге көмектеседі. Макс Вебер тапты анықтайтын критерияларды негізге ала отырып, 4 топты көрсетеді. Ол капитал иелері, екінші ол менеджерлер, басқарушылық топ, интеллектуалдар, үшінші ұсақ буржуазияны кіргізеді, төртінші жұмысшы табы деп көрсетеді. Жалпы стратификациялық үш негізгі автономды өлшемі бар дедік Вебердің. Сол статус түсінігіне тоқталып кетсек, себебі біршама ғалымдар, ғылыми әдебиеттерді қарастыратын болсақ, әлеуметтік стратификация жөніндегі статус пен тап түсініктерінің аражігі байқалмайтын, яғни ажыратылмайтын еңбектер өте көп. Жалпы статус пен тап түсінігі әртүрлі, әрқилы мәртебені көрсетеді. Адамды, қоғамды, тап мүшелерін жан-жақты саралап бере алады. Мысалға, бір адамның статусы жоғары болуы мүмкін, табы төмен болуы мүмкін. Мысалға, керісінше, менеджерлер, қазіргі қоғамдағы жаңа мамандық иелері статусы төмен болуы мүмкін, бірақ қаражаты, табысы жоғары болғандықтан табы жоғарырақ болуы мүмкін. Сонымен қатар статус оң және теріс болуы мүмкін. Ол мысалы ретінде қазіргі капиталистік қоғамда заманауи заңгерлер, мұғалімдер, олар оң статусты, яғни қоғам жағымды қабылдайтын статусқа ие. Ал орта ғасырлық Европада еврейлерді қабылдамауы, оларды ешқандай жұмысқа алмауы, бұл теріс статустың мысалы бола алады. Байқағанымыздай, статус және тап өлшемдерінің, яғни қоғамды жіктеуде күрделендіре түсетін байқауымызға болады. Сол себепті қазіргі заманауи қоғамды зерттеген кезде, яғни бұрынғы классикалық табыс, билік сияқты критерий емес, ол жерде жан-жақты сараптаудың қажеттілігін түсіндіреді. Мысалы, статус түсінігінің таппен бірге алып жүру керектігін, бірдей алып жүретін әлеуметтану өлшем екенін түсінуімізге болады. Сол себепті, мысалы ретінде, осы батыстық ғалымдар енгізген, мысалы, AGP кестесін, ол Эриксон, Голтер, Портокаррера, Касмин кестесін, бұл Comparative Study of Social Mobility in Industrial Nations деген кестелер осының айғағы болып табылады. Бұл кестелерде не көрсетіледі? Яғни бұл жерде табыс негізгі критерий емес, бұл жерде статус мамандық арқылы анықталынады. Бұл кестелерде таптық көрсеткіштер таза адамның кәсібіне, мамандығына байланысты бөлінеді. Яғни жоғарғы таптағы статус
иелері жоғары білікті маман егерлері, жоғары капиталистер ретінде, орта тапты, яғни менеджерлер, жаңа басқарушылық мамандық егерлері, төменгі тапты, яғни жұмысы тұрақты емес азаматтар екенін көрсететін осындай екі белгілі атап өткендей кесте схема қазіргі тапты жіктеуге көмектеседі. Қазіргі қоғамдағы таптың стратификацияның жіктелуін айқын көрсете алатын негізгі тәсілдер болып табылады. Сонымен әлеуметтік стратификация кез келген қоғамға тән құбылыс. Байқап отырғанымыздай, нақты стратификациялық жүйе бір қоғамда кездесе бермейді. Әр қоғамда стратификациялық жүйелер аралас деңгейде болады. Бұл не себеп? Себебі адам ылғи өзгерісте, қоғам әрқашан даму үстінде. Сондықтан барлық мүшелері тепе-тең, эгалитарлы жүйе орнаған қоғамды стратификациялық жүйені табу мүмкін емес. Оны әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр.